Қайырлы күн, құрметті математика сүйер қауым. Сіздермен бірге Әли. Бүгінгі сауалымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сауалымыз аналитикалық геометрияның екінші лекциясы жазықтықта түсу және түсу теңдеуі деп аталады. Енді сабақтың мақсатына көшейік. Бүгінгі сауалымыздың мақсаты координаталар жазықтығында әртүрлі орналасуына қарай түзудің теңдеуін шығару және зерттеу. Бұл теңдеулер жәрдемімен түсуге байланысты кейбір есептерді шығару. Енді сол тақырыптың бірінші бөлігіне тоқталсақ, бұл бізде түзудің бұрыштық коэффициент теңдеуі деген аталады. Яғни бұл түзудің түрі ой x-ке бұрыш жасау арқылы өтетін түзу теңдеуі. Бұл теңдеудің негізгі ерекшелігі бұл жаңа айтып өткендей ой x өсіне белгілі альфа дейтін бұрыш жасау қиып өтеді екен. Көп тұрсыздар суретте. Яғни біз міне b дейтін нүктені белгілеп аламыз. Ой қиылысу нүктесінде, ой x мен қиылысу нүктесінде. Және де осы нүктемен с арқылы с нүктесін жүргіземіз. Яғни ой x өсіне біз параллель түзу жүргіземіз. Яғни және соған біз а нүктесінен с-ға дейін д нүктесінен перпендикуляр жүргізіп, осылай тікбұрышты үшбұрыш шығады. Бізде тікбұрышты үшбұрыш шығады. ABC деген бұрыш альфа, сол бұрышын табу үшін бізге тригонометрияда еске түсірсек, бізде ол тангенс арқылы табатын білеміз. Бізде x, ой x болсын. Дельта x қабырғасы. Қабырғасы y минус b аяқтан шықты. b дегеніміз түзу қаншалықты координата басына қанша нүктеге жоғары көтеріледі. Сол жауапты. Сол үшін бізде y минус b шығады. Енді қатынасы тангенс альфаны табайық. Бізде ол k-ға тең болады. Бұрыштық коэффициент сол тангенс альфаға тең болады. y минус 1 x-ті бөлеміз және k. Және де мына пропорция арқылы y минус 1 kx, сонда y-тен kx қосылған b деген бізде осындай бұрыштық коэффициент теңдеуі шығады. Түзудің бұрыштық коэффициент теңдеуі шығады. Енді оның екі жағдайы бар. Егер біздің теңдеуіміз ой x өсіне параллель болса, өзі көп тұрсыздар. К бұрышымыз жоқ, екен бізде бұрыш жасамай өтеді. Бұрышымыз 180 градус болып кетеді. Сол үшін бізде k 0 және альфа 0 және y куб болып кетеді, яғни мынау 0-ға айналады. Егер түзуіміз ой y өсіне параллель болса, онда бізде x-іміз әшейін x-тен x1 дейтін нүктеге x дейтін болса x деген түзу пайда болады. Жалпы түсінікті. Келесі. Берілген нүкте арқылы өтетін түзу теңдеуі. Яғни бізде жаңа өткен слайдта біз нүктесі қарастырған болсақ, бұл жерде енді бізде бір нүкте арқылы өтетін түзу теңдеуін қарастырайық. Жаңағы түзуіміз жаңағыдай ой x өсіне бұрыш жасайды, альфа бұрышын. Бізде енді нүкте берілді. Сол нүкте арқылы өтетін түзу теңдеуі бізде y1 kx1 қосқан b деп аталады. Осы жерден біз b-ны өрнек дейік. Бізде y1 минус kx қосқан b. Осыны аламыз да мынаған қойып шығамыз. Сонда қойып шығу арқылы бізде мынандай теңдеу шығады. Бұл бір нүкте арқылы өтетін түзу теңдеуі. Жалпы түрі. Енді екі жағдайын қарастырамыз. Егер жаңа түзуіміз ой x өсіне параллель болса, онда бұрышымыз ешқандай ой x өсіне бұрыш жасамайды, яғни ол 0 болады. Сол үшін y1 болып қалады. Егер түзуіміз y өсіне параллель жатса, онда ол x-тен x1 деп әшейін сондай түзу пайда болады. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Енді бізде келесі жағдай, бұл екі нүкте арқылы өтетін түзу теңдеуі. Бізде екі нүкте берілді. Жаңа өткен слайдта бір нүкте болса, енді екі нүкте берілді. Бір нүкте арқылы өтетін түзу теңдеуіміз мынандай шықты.
енді ол екі нүкте арқылы өтетін кезде бізде осылай шығады. Яғни ол екі нүктенің кес арқылы өтеді. Сонда бізде y-тің айырмасы шығады. Екі координатаның айырмасы. Егер геометрияның 9-шы сыныпта геометрия естеріңізде болса, координаттаны табу үшін біз соңғы нүктеден бастапқы нүктені азайтамыз. Тура сол сияқты бұл жерде де тура сондай амал орындалады. Үшіншіден k-ны өрнектейміз. K бізде y-2 минус 1, x2 минус x1. Осыны алып теңдеуді қойып, теңдеуіміз шығады. Енді бәрін ретке келтірсек, осыны y минус y1, y2 минус y1, x минус x1, x2 минус x1 деген осындай теңдеуіміз шығады. Бұл екі нүкте арқылы өтетін түзу теңдеуіміз. Келесі. Енді бізде түзу берілген, екі түзу, енді соның арасындағы бұрышты табуымыз керек. Оны қалай табамыз? Бізде екі түзу берілген. Біреуі x осыны қиып өтетін, біреуі x осыны перпендикуляр, біреуі альфа бұрышын жасайтын екі түзу берілді. Олардың белгілі нүктеде қиылысады. Жерге қосымша түзу сызамыз. OX осыны параллель. Бұлда негізі OX осыны параллель. Осыны проекция жүргіземіз. Енді қалай бұны табысақ болады? Ең біріншіден альфа 1 деген бұрышта OX осысын проекциясы салғаннан кейін x осымен бірінші түзудің арасына бұрышты біз альфа 1 деп алайық. Альфа 1. X екінші түзу мен OX-ның арасына бұрышты біз альфа 2 деп алайық. Сонда бізде альфамыз альфа 2 минус альфа 1 шығады. Екі түзудің арасында. Екі түзу көріп тұрсыздар ғой. Сол альфа бұрышы осы екі бұрышын азайту арқылы шығады екен. Сонда бізде тангенс табамыз. Тангенс альфа 2 минус альфа 1. Бұл тригонометриялық формула бойынша осылай шығады. Тангенс альфа 2 минус альфа 1. Бір қосылған тангенс альфа 2 көбейткен тангенс альфа 1. Бізде бұл k бұрышы. Яғни k коэффициентін қалай табысақ болады. Егер бізде екі түзу параллель болса, онда олар арасында бұрыш болмайды. Альфамыз 0 болады, k2 тең болады k1. Келесі түзудің жалпы теңдеуі, оны зерттеу. Бізде түзудің жалпы теңдеуі осылай беріледі. ax осыған b2 қосылса тең 0. Бізде теорема бар. Тікбұрыш координаталар жүйесіне кез келген түзу бұрыш бірінші дәрежелі, егер ABC коэффициенттер үшін осы амалда орындаса, осы амалдар арқылы, егер осы орындалса, біз осы теңдеуден кез келген түзу теңдеуін шығара алады екенбіз деген теорема бар. Бұны қалай дәлелдейміз? Бірінші біз жаңағы y-тен kx қосқан b деген жаңағы өткен слайдтағы екі түзуді алайық. Сонда бұларды қалай шығарамыз? Егер мына y kx қосқан b теңдеу кезінде ABC коэффициенттер қалай болады мысалы? Егер осылай өрнектейтін болсақ, бізде a тең болады k, b тең минус болады, c тең 0 болады. Мынаны қалай шығарамыз? X тең a деген. Ол кезде a болады, b-міз 0 болады. Минус қате кетті. A-ның орнында 1 болады, b-ның орнында 0, c-ның орнында a болады. Және бізде осылай тұжырым дәлелденді. Яғни біз ABC үшін жаңа түзу теңдеулерін шығардық. Енді келесі тұжырым жасаймыз. Егер бізде A және B коэффициенттердің біреуі ең болмаса 0-ге тең болмау керек. Егер бізде B 0-ге тең болмаса, онда бізде теңдеуіміз осы түрге келеді. Және де бізде бұрыш коэффициент A бөлінген B минус A бөлінген B минус C бөлінген B. Және ол теңдеу y-kx b-ға айналады. K деп өрнектесе, сонда kx осыған b деген шыға келеді. Егер бізде b 0-ге тең болып, b
b нөлге тең болып, а нөлге тең емес болса, бізде с минус а болады. Ол бізде аны біз с минус а деп жүктесек, онда жүктесемек теңестірсек осы неге, сонда бізде x-тен а деген түзуміміз шығады екен. Мынау біз көп тырысып жағдай, 5 жағдайда қандай болатыны. Жалпы бұл жерде түсінетініміз, егер үшеуі де нөлге тең болмаса, жаңағы осы теңдеуіміз осылай болады. Егер b тең 0, a тең 0 болса, ax қосқан c болады. Егер a тең 0, b тең 0-ге тең емес болса, онда b қосқан c болады. Егер b мен c 0-ге тең болып, a 0-ге тең болмаса, ax 0 болады. Және a 0-ге тең болып, c 0-ге тең болса, b-міз 0-ге тең емес болса, b тең болады 0-ге. Жалпы бұл теорема нені көрсетеді? Яғни біз a, b коэффициенттер қай кезде 0, қай кезде 0-ге теңесіп алып, қай кезде 0-ге теңестірмей алып, жаңа түзу теңдеуін шығара алатынын көрсететін теорема. Келесі, түзудің нормаль теңдеуі және түзудің нүктеден түзуге дейінгі арақашықтық. Бұл жерде ең маңызды нәрсе, әсіресе бұл тарау сызықтық регрессияда кеңінен қолданады, себебі біз түзумен жұмыс жасаймыз сызықтық регрессия, және бізде әртүрлі нүктелер береді. Біз сол нүктелер арқылы ең нүктелерді арасындағы арақашықтықты ең кішірейтетін түзуді табу керек. Сол мынау түзу нормаль теңдеумен тікелей байланысты. Осыны біліп жүріңіздер, алдағы уақыттарда осыны қалай қолданатынын көрсететін боламын. Жалпы бұл жерде нүкте берілді. Координата басы біз а нүктесі. Және сол а нүктесіне біз нормаль вектор жүреміз. Нормаль вектор деген ол түзуге перпендикуляр қиылысатын вектор аталады. Бұның теңдеуі осылай шығады. Негізі бұл теңдеу полярлық координата арқылы қорытылып шығады. Егер сізге осы қалай қорытылып шығатыны қызық болса, онда маған сұрақ қойса, егер қызық болса, келесі бөлек видео шығаруға тырысамын. Егер сізге қалай шығатыны қызық болса. Жалпы осылай шығады теңдеуіміз. Бұл нормаль вектордың теңдеуі деп аталады. Бізде нью деген санға көбейтеміз, белгілі бір тең емес, 0-ге тең емес ю санға, сонда осылай теңдеуіміз шығады. Бізде бұл жерде косинус альфамыз осыған тең болады, синус альфамыз тең болады, және минус б-міз осыған тең болады. Және де осы жерден біз ньюді шығару арқылы осыны квадраттаймыз. Квадраттағаннан кейін осылай мәнге ие болады да, косинус синус квадрат альфамыз 1-ге тең болады да, ньюмыз осылай шығады. Ньюмыз осылай шығады да, осыны біз ортақ көбейткіш ретінде жақсартатынына шығарсақ, осындай бұл түзуді нормаль күйде келтірудің формуласы аталады. Ал мынау сол нүктеден түзуге дейінгі арақашықтық табатын формула. Жалпы негізі бұның шығару, айтып кеткендей, полярлық координата арқылы шығады. Бұл меніңше қиын сияқты кейбір көрермендерге. Сондықтан бұны материалға қоспауды жөн көрдім. Енді келесі видеомызда осыған байланысты практикалық есептерді шығаратын боламыз.